Кешер қадірлі көрермен, эфирде уәде жобасы. Сіздермен Ерболат Мұхамеджан. Уәде жобасының басты мақсаты үкімет мүшелерінің, әкімдердің, квазимемлекеттік мекемелер басшыларының, сонымен қатар депутаттардың халыққа берген уәдесі мен президент тапсырмасының орындалу барысына қатысты сұрақтарға жауап алу арқылы билік пен халық арасындағы ашықтықты қамтамасыз ету. Уәденің бүгінгі қонағы Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжан. Қош келдіңіз, Марат мырза. Сәлеметсіздер ме? Марат мырза, енді Ақмола облысына әкім болып келгеніңізге 1 жылдан асты. Шыны керек, сіз қаншама қызметтік жолдарыңыз болды, қаншама қызмет атқардыңыз, органда болсын, министрліктерде. Бірақ өңірде әкім болып алғаш істеп жатырсыз, қателеспесем. Жауапкершілік қалай? Енді әр қызметте... Қалай жалпы сезіндіңіз осы қызметке сіз тағайындаған кезде? Енді мен ең бірінші бұны үлкен сенім деп қабылдадым. Біздің президентіміздің сенімі. Өйткені мынау өнерге барып, үлкен облысты басқару, ол жерде жаңағындай президенттің қойып атқан талаптарын іске асыру. Әрине біраз қобалжыдым. Өйткені бұрынғы қызмет жасаған салам енді басты сол құқық қорғау саласында, қадағалау саласында қызмет жасадым. Бірақ та енді сол осындай бізге сенім артқасын барып, өйткені мынау Ақмола облысы өзі, мен ойлаймын, өзінің бір ерекшелігі бар аймақ. Өйткені ол жерде тек қана осындай бір сала емес, алған кезде ауыл шаруашылығы өте мықты дамыған. Өйткені ең Қазақстанда ең үлкен егіс алқабы бар облыс, ол Ақмола облысы. 5,5 миллион осындай егіс алқабы бар. Және индустриялық өнеркәсіпке өте дамыған регион деп айтуға болады. Өйткені жаңағыдай, мысалы біздің алтынның рудасының 60% сол Ақмола облысынан шығады қазіргі таңда. Және жан жақты енді көркем табиғаты бар, туристік кластерға айналған аймақ деп айтуға болады. Жан жақты. Әрине бұндай аймаққа барып басқару енді мен Жауапкершілік. Үлкен жауапкершілік. Бірақ та енді менде сол... Енді президент сізге сенім артты ғой, себебі қанша дегенмен президент кадрларды таңдауда өте сондай мұқият деп естиміз. Енді мен өзім ойлаймын, енді біраз жинаған тәжірибемде болды. Өйткені әрбір салада істегенде енді аймақтарда біраз қызмет жасадым. Облыс прокуроры болып, мемлекеттік қызмет департаментін басқардым. Оңтүстікте де жұмыс істедім, батыста да жұмыс істедім, орталықта да, солтүстікте де жұмыс істедім. Сондықтан анау облыстардағы жағдайды, қарым-қатынасты, әкімдердің жұмысын бұрын оны енді облыс прокуроры көзбен көріп жүрдім. Әрбір сондай жиындарға, үйлестіру кеңестеріне қатысып, сол жердегі елдегі қандай мәселелер бар, соны талқылап жұмыс істедік. Енді сондықтан әлгі мынау кабинеттен барып, сол неге отыра салған жоқ. Жердегі мәселені білдік. Енді халықтың қандай бүгінгі мәселе, көкейтесті мәселелері бар. Өйткені министр болғанда да ауылды елді мекендерді аралап, шағым арыздар келіп атады. Прокуратура саласында да қызмет жасағанда, мен енді қызмет жасағанда сол заң шығару мәселесін сол салада жұмыс істедім. Прокуратурада сот жүйесін, сот заңдылығын тексеру, және бизнесті қорғау мәселелері. Оған қазір келеміз. Енді 1 жылдан асты деп отырмыз ғой. Ақмола облысының ең басты сіз байқаған әлеуметтік экономикалық проблемалар қандай? Қазіргі уақытта өзекті болып, дереу шешуді қажет ететін мәселелерді атап көрсеңіз. Енді әкім болып келгеніңізде ең алғаш міне осы мәселеден бастадым дейтіндей. Енді ең басты енді 1-2 бағыт бар. Енді ең бірінші біз енді Ақмола облысы мынау солтүстік аймақта орналасып отыр. Біз енді оны Сібір аймағында деп айтуға болады толық. Сондықтан
бұл жерден де өздеріңіз көресіз, қыс қатты болады. Қыс қатты болады. Біраз алаңдататын мынау халықтың көкейтесті мәселесінің бірі осы қыс кезінде жылу мәселесі, жылу беру. Өйткені өкінішке орай біраз инфрақұрылым құбырлары біраз тозған. Ол енді 80%-ға дейін, үлкен қалаларда 80%-ға дейін жаңағы құбырлар тозып, жылу беру кезінде мен енді сол күзде келдім. Күзде келдім де енді бірінші үлкен бір қатер қауіп жаңағы осы желтоқсан айында Степногорск қаласында жаңағыдай үлкен құбырымыз жарылып, сол жерде жаңағыдай мен көрдім қалай әбден тозған. Сондықтан қазіргі таңда президент қойып жатқан талаптарды осы инфрақұрылымды тезірек жаңағыдай трубаларын ауыстырып, мынау тозған жерлерін ауыстырып, жылу беру мәселесін қолға алу ол бар. Және енді біз айтып отырмыз, экономикаға келсек, ол ауыл шаруашылық мәселесі. Ауыл шаруашылық мәселесі біз қазір Қасым-Жомарт Кемелұлы өткен кеңейтілген отырыста да айтып кетті. Ол үлкен бір драйвер болу керек экономиканың. Ол жағдай бүгінгі таңда енді көп мәселе сол субсидияға байланысты. Ауыл шаруашылық қожалықтар сол субсидияға қарап, соның төңірегінде жұмыс істеп жүр. Ал енді мен ойлап отырмын, біраз сол әлі дұрыс ашылмаған, дұрыс пайдаланбаған резервтер бар. Соны қосатын болса, ауыл шаруашылығы өз өнімін терең өңдеу арқылы жаңағындай бүгінгі жаңа агротехнологияларды қолдану арқылында бір өзін әлгі осы жетекші болуына, экономиканың жетекші болуына толық негіздеме бар бүгінгі таңда. Түсінікті. Жаңа сіз, Марат мырза, айтып қалдыңыз жылыту маусымына қатысты. Өңірде енді былтыр Алмас Адам Сатқалиев, министр, энергетика министрі, айтқан тест құрылысы. Аяқталды ма? Басталды ма әлде? Қашан аяқталып пайдалануға беріледі? Ол қазір басталды. Біздің тарапымыздан жаңағыдай жер беру мәселесін, сосын дайындық мәселелерін біз бастап кеттік. Енді қазіргі таңда осы жазда сол құрылыс басталады деп тосудамыз. Құрылыс басталады деп тосудамыз. Бұл Көкшетауға осындай ТЭЦ бой көтеретін болса, ол да бір өнерге бір өзінің оң септігін тигізеді. Өйткені бүгінгі таңда, мен тағы да айтып кетейін дегенім, Көкшетаудың жаңағы тек қана жылуға емес, электр қуатқа да тапшылық бар. Өйткені қазір мысалы Көкшетау қаласын алатын болсақ, бұл біздің Қазақстанда жалғыз облыстық орталығы шығар. Жаңа ТЭЦ жоқ, ыстық су жаңа құбырмен бармайды. Қызылорда облысы бар. Қызылорда қаласы. Бізде Қазақстанда екі қала, Көкшетау және Қызылорда қаласы. Енді былтыр Нәлібаев мырза уәде берген болатын. Біз бұл мәселені шешеміз деп. Сіздер де қашан шешті? Су жоқ қалада. Анау бойлер дейді ғой. Аристон. Көкшетау Аристон қаласы деп етеміз. Сондықтан сол қазіргі сараптама көрсетіп жатыр. Мынау Аристонды пайдаланып отыр ғой енді халық. Сол екі есе амалсыздықтан. Екі есе энергия қуаты жаңағындай шығыны көп екен. Сондықтан біз жаңағындай пайдалану электр қуат көп, сосын оған енді төлеу керек қой. Төлем ақысы бар ғой. Оны қашан бастайсыздар? Енді биыл бастаймыз. Яғни ыстық суды жіберу? Ыстық суды жіберу. Жоқ, ТЭЦ салынғаннан кейін болады ыстық су. ТЭЦ-қа кім жауапты негізі? Министрлік пе әлде әкімдік? Министрлік жауапты. Енді бірақ та орта жауапкершілік қой. Біз енді сол салу құрылысына дейін. Салу құрылысына министрлік жауапты. Сіздердің ол жерде негізгі функцияларыңыз жер беріп, қадағалап, сосын жаңағы инфрақұрылымды дайындап, қаланы дайындап, өйткені жаңағыдай ыстық су беретін құбырларды, трубаларды дайындауымыз керек, халықты дайындауымыз керек. Өздеріңіздің жауапкершіліктегі зат шешілді ме? Шешіліп жатыр, біртіндеп шешіліп жатыр. Енді бізді жаңағыдай қарап отырған жоқпыз. Қазір енді жаңағыдай блочно-модульный котельнийлар бар, қосылып жатқан. Мынау енді Астананың төңірегіне газ келіп жатыр.
газ келіп жатыр. Ол да оның бір септігін тигізіп жатыр, газдандыру мәселесі. Сіздерде ауылдық жерлерде газбен жабдықтау деңгейі біз білетін ақпарат бойынша 4,5% екен. Ал жоспар бойынша бұл көрсеткіш жоғары болу керек. Әрине. Бұны біз былай бүйтіп айтып кетейік. 4,5% болғанмен, ол ауылды мекендердің саны 4,5%. Бірақ та сол 4,5%-да халықтың саны көп. Мысалы, биыл міне Қоянды, былтыр біз Жібек жолыға бердік. Ол жерде ауылды мекен деп есептейміз, 30 мың адам тұрады. Биыл Қояндыға береміз міне. Ол жерде 40 мың адам тұрады. Қосшыға береміз, 120 мың адам тұрады. Соған қарағанда, міне, біз әлгі 4% болғанмен, адам санына қарағанда 30-40%-ды газбен қамтимыз биыл. Өйткені мынау Астана агломерациясында бүгін 17 ауылды мекенге газ бердік. Енді осы 25 жылы тағы да 5 ауылды мекен, жалпы 26 жылға дейін 30 ауылды мекенді береміз. Бірақ ол жерде 40% халықтың саны тұрады біздің облыстың, жаңағы газдандыру болған. Бұл өте өзекті мәселе. Өйткені жаңа мен айтып кеткендей, мынау Қосшы қаласын алатын болсақ, мысалы, 80% жаңағыдай мына электрокотелмен отыр. Ол енді біріншіден жаңағыдай егер жарық болмай қалса, үйде суық қалады деген мәселе. Екіншіден енді бағасы да қымбат. Сондықтан мынау газ келгенде, көгалдыр газ келгенде біраз мәселелер шешіледі. ТЭЦ-ке қосылған кезде жылы су барады үйге. Әрине, жылы су бар. Сосын қашан бітіреміз деп отыр министр? Енді бұлай жоспар бойынша 36 ай. 36 ай. Енді проектінен бастап 36 ай деп отыр. Проекті уже басталып кетті. Қазір енді биылғы жылды қосқанда. Кедергілер болуы мүмкін ба тез бітпеуіне? Енді біздің жақтан оның маңызды ғой тез бітуі. Әрине маңызды. Әрине маңызды. Енді ол жаңа құрылысшыларға байланысты. Оны білесіздер, Ресейдің үлкен компаниясы салады, оны атқарады. Сол Көкшетаудан басталып отыр. Көкшетаудан 3 қала ғой енді жоспарда тұрған. Ең басты бізден бастап отыр. Сондықтан біз жан жақты енді біздің өзіміздің тарапымыздан қажетті жұмыстар бәрі дайын. Президент сізге Ақмола облысының стратегиялық даму жоспарын жалғастыруды тапсырды. Бұл жоспар аясында алдағы жылдарға қандай басым бағыттар белгіленді? Енді басым бағыты, жаңа мен айтып кеткенім, мынау ауыл шаруашылығын тек қана өзін егісті мал асырауды ғана емес дамыту. Соны терең өңдеу ең бастым. Соны мынау өнеркәсіппен ұштастыру. Өйткені бүгінгі таңда көбінесе біз енді ауа райға қарап отырмыз. Сосын баға қараймыз. Кедергілер сол баға мен ауа райы? Ауа райы, баға, өйткені жылдан жылға осы егін шықса, биыл міне рекордтық егіс болды, егін алдық, ордық 6 миллион 600, ондай болмаған. Ол 11 жылы сондай болған, 11 жылы осындай көрсеткіш. Бұл шын ақпарат қой, Шын ақпарат. Себебі алдында бір министрлікпен Америка Құрама Штаты министрлігінің арасында бір сондай бір. Жоқ. Ол енді шын ақпарат, өйткені енді қазір бізде облысымызда жаңағыдай 7 миллион 200 мың астық сақтайтын қоймалар бар, соның бәрі толық. Сізді алдай алмайды жүр енді, қанша дегенмен антикор басқардыңыз? Жоқ, енді қазіргі таңда енді расын өзімде көрдім, өзімде бардым. Қазір біраз шаруашылықтар цифрландырылған. Үлкен мынау John Deere комбайнерлар, ол қанша шапты, қанша егіс жинады, бәрін көрсетіп тұрады. Сосын енді қожалықтар, қазір енді жекеменшік қожалықтар, енді олар өз үшін көрсетеді. Сосын бізге енді біз 2 миллионнан артық саттық. Қазақстан бойынша, жаңағында Өзбекстан, экспортқа кеткен бидайымыз бар. Қытай, Өзбекстанға. Енді сіздің мақсатыңыз соны жай шикізат күйінде шығармай, оны... Біз енді сол жаңағыдай бағаға, ауа райға тәуелді болмау ең басты мақсатымыз. Ол үшін не жасап жатырмыз? Ол үшін қазіргі ең бірінші мынау сақтау қоймалар. Сақтау, сосын логистика сату мәселесін біз қай жерге
тиімді жақсы бағамен сату. Енді сақтау дегеніміз, жаңа дұрыс сіз көтеріп отырсыз, сақтау деген. Өйткені ол әлгі мынау бидайдың құны сезон айға байланысты. Егер ол қыркүйек, қазан айында ең төмен баға болатын болса, осы наурыз көкекке қарай бағасы көтеріледі. Сондықтан бізге енді сақтау оны бірінші мәселесі. Екінші мәселесі тек қана сақтап сол бағасын тосу емес, терең өңдеу. Терең өңдеу. Біз шикізат ретінде сатпай, оны терең өңдеп, тауар қылып сататын болсақ, онда оны қосымша құны да көбейеді. Ол жерге жұмыс орын керек, енді ана терең өңдеу болғасын завод көтеруіміз керек. Олар жерге жұмыскерлер керек. Енді мен бір мысал келіп айтайын. Сізге бір мысал ретінде. Былтыр біз үлкен бір компаниямен, Дальян деген компаниямен келісім шартқа отырдық. Қай жақтың? Қытайдан. Бұл енді жаңа үкімет арқылы, үкімет отырысында премьер-министрдің жаңа қолдауымен осындай үлкен мына форум болған кезде келіп отырып, сол компания біздің өнерге келіп, жаңағыдай 318 миллиард инвестиция құйып, бір үлкен завод салмақшы. Ол жаңағы терең өңдеу заводы, осы шикізат бидайды. Алғашқы тапта 1 миллион тоннаны сол терең өңдеп, ол жерде жаңағындай шикізаттан, бидайдан глюкомонат натрия, аминокислот қышқылдарды шығарып, ол шетелге сатқанда 10-15 рет бағасы өседі. Ол ең бірінші міне. Сондықтан бір жағынан инвестиция, ол әрине жұмыс орын алып келеді, жұмыс орын болғасын бізге салық түседі облысымызға, және осы мынаны экспортқа шығарамызды, сонда мынау бидайға сұраныс болады. Супер, Марат мырза. Жаңа қытайлық компания айтып отырсыз ғой. Отандық компаниялар бар ма бізде сол өнеркәсіп ашуға мүдделі? Бізде бір қалыптасып қалған зат бар да, шаруаларда болсын, немесе сол кеңейту, өсіру, үлкейту деген бір мақсат әрқашан біз көрмей жатамыз. Біздің отандық бизнесмендердің қызығушылығы қаншалықты? Өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Қазіргі таңда бізде енді сол ұн шығаратын, жаңағыдай мынау майлы дақылдарды өңдейтін заводтар бар. Қазіргі таңда міне біз осы саланы қарап жатырмыз. Мысалы бізде үлкен қожалық, ТНК деген қожалық 100% өз өнімін өзі өңдеп, өзі сыртқа экспортқа шығарып сатады бүгінгі таңда. Ол дегеніміз, ол жаңағындай мынау сезондық емес, жаңағындай жыл бойы жұмыс орын сақталады, жыл бойы біздің жұмыскерлерге. Және бұл енді шикізат емес, жаңағындай оңғылып Афганистанға, басқа өзінің көп мерзімге бағытталған контракттары бар сататын. Сондай біз үлгілі жаңағындай заводтарымыз бар. Енді мынау Родинаны алайық. Родинаны. Бүгін таңда ол арғарай дамып, бүгін осы Астананың 30%-ын сүтпен, ірімшікпен, маймен қамтып отыр. Оны биыл біз қосымша жаңағыдай инвестиция жасап, осы мемлекет тараптан көмек жасап, ол кісілерге ол кеңейтті өзін. Ең осы жуырда ғана жаңағындай бүкіл Орта Азия мен Қазақстанда кредит берілді ма арнайы? Иә, арнайы немен несие бердік. Үлкен Далавал деген жаңағындай сүт каруселінің орны жасады жаңағы ауылда. Нәтижесі қалай болды сонда? 50%-ға дейін көтеріле ме астана қамтамасыз? Енді қараңыз, сол 5 сағатта ол 2000 сиырды 5 сағатта сауып шығады. Әрине жаңағындай оның өнім, сосын қосымша мал басын қосуға, ол кісі тағы да қосымша мал басын қосып жатыр жаңағы сүт шығаруға. Біздің енді қазіргі мақсатымыз дәл сондай, ол жалғыз Родина ғана емес. Дәл сондай 5 тауарлық сүт ферма аштық былтыр 2004 жылы. Биыл тағы да 2 ферма ашып жатырмыз. Сапалы ірімшіктер мен сапалы майлар жетіспейді қазір бірақ. Иә, соны біз 50%-ға дейін апарамыз осы қалаға әкелетін өнімді, сүт өнімдерін, ірімшік. Бұл енді бірінші қол жетімді, табиғи таза өнімдер.
Оны айту керек, бұл әлгі сүт қоспасы емес, порошок емес, өзіміз мені көріп жүрсіздер ғой бәрін. Сол және біздің енді айтып кетейік, біздің жаңа дихандардың осы агроөнеркәсіп қожалықтардың ұтымды заты да бар. Өйткені мынау біз Астана төңірегінде орналасқанбыз. Бізге енді жаңағыдай қолжетімді тез әкеліп, тез тапсырып, тез сатып, сондай толық мүмкіншіліктер бар. Біз соны пайдалануымыз керек. Түсінікті. Президентке сіз жаңа айттыңыз, Далян қанша дедіңіз, қанша миллиард? 318 миллиард. Президентке сіз облыс экономикасына 179 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылғанын атап өттіңіз, 2024 жылы. 24-те. Енді қазір тағы да осынша. Бұл қашан басталады сонда? Бұл осы жылы басталады. Құрылысы бастала ма әлде қалай? Құрылысы басталады. Жер бәрін беріп қойдыңыз? Жер бөлдік. Біз енді мынау жаңағындай арнайы республикалық индустриялық өнеркәсіп зонасын белгіледік, аштық. Мынау Аршалы ауданында. Ол жерде жалпы 500 миллиардқа жетті ғой қазіргі инвестиция сізге келді тартылғалы. Ол одан да көп. Өйткені одан да көп. Иә, одан да көп. Бірақ та бұл енді әлі іске асқан жоқ қой. Енді бұл жоба. Ал негізі бізге іске асқан біраз инвестициялар бар әлі. Мысалы, жаңағы айтып кетейік, міне президенттің тікелей тапсырмасымен Атбасар қаласында локомотивті үлкен завод биыл бойын көтеріп жатыр. Ол 47 миллиард инвестиция алғашқы этапта келетін. Ол дегеніміз қазір заманауи локомотивтерді шығарады. Бұл кімдер келіп жатқан? Енді біз ол жерде жаңағыдай инвесторлар бар келетін, ал завод салатын өзіміз. Инвестор сырттан келе ма? Сырттан келеді инвестор. Инвесторлар сырттан келеді. Сырттан ол келісім шарт бар. Жаңағыдай орнын белгіледік. Завод қай жерге қондыратын. Қай елден келеді? Атбасарда болады, Ресейден келеді, Қытайдан келеді. Және ол жерде де 800 жұмыс орын. Ал енді мынау Атбасар деген қала, Атбасар өзіңіз білесіздер, бұл енді түйнекті бір узловой станция дейміз ғой. Ол жерде енді қазіргі таңда Атбасар ауданында 47 мың халық тұрып жатыр. Қаланың басында 30 мыңнан астам. Ол жерде жаңағындай осы кәсіппен айналысқан, бұрыннан келе жатқан дәстүр бар. 7 мың темір жолшы бар қазіргі таңда. Сондықтан ол сол қалаға, аймаққа бір өзін тағы да бір серпін тигізеді деп ойлаймыз, септігін тигізеді деп. Ол заманауи 360 жылына шығаратын заманауи локомотивтер болады. Ол әлгі жаңа тундрада жүретін локомотивтер, газбен жүретін локомотивтер. Биыл басталады. Құрылысы биыл басталады. Биыл құрылысы басталады. Былтыр жаңағы жобасын жасап, жерін белгілеп бердік. Жаңа құрылыстарын, сол жерін бәрін дайындық іс-шаралар жүріп жатыр. Ал мынау жаңағындай мен айтып кеткен индустриялық мынау аймақ Ақмола. Аршалы ауданда. Иә, Ақмола деген. Бұл аймаққа қандай инвесторлар Бұл республикалық деңгейде, бұл республиканский деңгейі бар. Бұл өте бір мынау Астананың іргесінде, сондықтан бұл сапалы инвестор тартуға бізге толық мүмкіндік туғызып тұр. Президент кеше кеңейтілген отырыста, үкімет отырысында айтып кетті ғой. Біз сапалы инвесторды сосын қарсы жүктеме біз қойымыз керек. Бүгінгі таңда біз Астана қаласымен бірігіп, мынау Астана агломерация төңірегінде жұмыс істеп жатырмыз. Өйткені ол жерге жаңағындай тек қана әлгі жер сұрап келген бір завод салам дегенге беріп жатқан жоқпыз. Оның жаңағындай елге пайдасы болатын, оның жаңағы өндірістің, өнімнің сұранысы бар инвесторларға беріп жатырмыз. Сондықтан ол жерде бір жаңағы 101 мың гектар жерде біраз кешенелер бой көтереді. Ол жерде үлкен өнеркәсіпке байланысты. Ірі болу керек па инвестор? Ірі инвестор. Ірі болу керек па міндетті түрде Ақмола инвестқа, мысалы жаңағы? Жоқ, пайдалы болу керек. Мысалы, нақты қандай қолдау көрсетеді мысалы инвесторларға? Енді ол жерге біз айтайық, ол жерге біз жаңа бүкіл инфрақұрылым дайындап беріп жатырмыз. Су, жарық, жылу, газ, жол. Ол жерде темір жол да бар, ол жерде мына тас жол да бар. Ол жерге мына Астанаға
25 шақырым тиіп тұр. Және ол жерде мынау 30 мың тұратын жібек жолы бар, жұмыс ресурстары да бар. А қанша миллионнан бастау керек? Мысалы, 1 миллиардтан ба, 100 миллионнан ба? Ондай не жоқ. Теңге бойынша. Ол бірінші жаңағыдай жұмыс орын болу керек, жұмыс орын, тұрақты жұмыс орын. Тұрақты жұмыс орын. Сосын өнімі, жаңағыдай енді өндіріс болғасын, өнімнің сұранысы бар қалаға. Біз қаламен оны келісіп жасап жатырмыз. Қала, мысалы, қалаға енді жаңағыдай үлкен заводтарды біз қондыра алмаймыз ғой. Сондықтан қаланың сыртына, бірақ та осы жаңағыдай сұранысы бар. Мысалы, ол жерде қазір железобетонный шығаратын завод тұр. Бүкіл қаланың стройкасы пайдаланып жатыр. 2-3 жаңағыдай мекемелер көтеріп жұмыс істеп жатыр ол жерде. Жерді тегін бересіздер? Жерді тегін береміз. Жерді. Енді бірақ та жерді тегін берген кезде 40 жылға аренда. Иә, арендаға берген кезде біз ана қосымша қарсы оларға талап қоямыз. Жаңағы қанша тұрақты жұмыс орны болу керек, қанша салық ол төлейді. Сосын мынау жергілікті соны ауылды мекен сол жерде әлеуметтік жауапкершілігін де көтеріп жатырмыз. Өйткені келгесін, сол ол үлкен инвестор келгесін, жаңағындай өзіне қосымша жауаптылық алады. Енді шетелдік инвесторлардың үлесі қалай сіздерде? Біздегі бар ақпарат бойынша Ақмола облысында тікелей шетелдік инвестиция көлемі республиканың басқа өңірімен салыстырғанда төмен деген. Жоқ, олай емес. Біз енді өзі мынау жалпы статистика бар. Өзіңіз енді 2024 жылдың 5 тамызында өткен қаулыда сіз айттыңыз, өңірдің инвестициялық портфелінде 187 жоба бар екенін атап өттіңіз. Ол портфельде, ол әлгі Ақмола инвест біз қалада құрған, біздің осы қалада, Астана қаласында жаңағыдай Ақмола инвест деген бір мекеме аштық. Осы ертең барып, жаңағы Көкшетауға келмей, мынау инвесторлар, елшіліктер келіп, сол біздің офисімізге келіп, жағдаймен танысып, қандай мүмкіндіктер бар, қандай біздің ресурстарымыз бар, қай жерге өзінің инвестициясын құя алады деп, сондай мәлімет алып, толық сол жаңағыдай Ақмола инвест деген біз ғимарат аштық осы жерде. Ол жаңағы 179, ол тек қана солардың келіп қойған меморандумдары, шарттары. Ал жалпы бізде жаңағыдай инвестиция тарту 568 миллиардқа инвестиция тартылды. Оның енді бір айтайық, өте сапалы, жаңа 380-і шетелдік инвестиция. Бұл енді мынау біздің үкіметте өзінің статистика жүргізетін көрсеткіш бар. Сол бойынша біз көшбасшымыз. Сапалы инвесторлар тарту. Өйткені бізге қазір қойып отқан талаптарымыз сол. Өйткені енді Астананың төңірегіне келеді. Өзіңіз келіссөз жүргізесіз бе көбінесе инвесторлармен? Өзіңіз кездесіп, келісіп? Әрине, ірі инвесторлармен. Алдын ала енді ол процесс үлкен ғой, оңай нәрсе емес пе? Сосын қараймыз. Мен көрдім, күшті әкім екенсің деп бірден бере салмайды. Жоқ, олай емес, жоқ. Біз енді ол өте жан-жақты үкіметтің эксперттермен жан-жақты оған жинаймыз. Ол елінде қандай репутациясы бар екен, ол жерінде қанша өзі керекті мәліметті жаңа Ақмола инвест жинайды. Біздің мынау тікелей МИДпен жұмыс істейді, біздің елшілермен жұмыс істейді. Енді бізге жаңағындай алаяқ келмесін, не болмаса жаңағындай өз емес, ортасында посредник болып біреу кірмесін. Ондай мәселе, өйткені мынау Астананың төңірегіне біз әлгі қазақша айтқанда маңдайынан шертіп таңдап алуымыз керек. Өте сапалы, өте жаңағындай мынау халықаралық деңгейде әлемде тәжірибесі бар, аты бар инвесторлар. Сондықтан қазіргі таңда репутациясы дұрыс. Сондықтан біз жан-жақты мұқият қарап, сондай сапалы инвесторларға беруге толық мүмкіндігіміз бар. Мен айтып отырмын ғой, біздің ұтымды жеріміз сол. Астана болғасын бізге инвестор көп келеді. Президентке айтқан 7 ірі тауарлы сүт фермасының құрылысы қалай жүріп жатыр? Вот жаңағы мен айтқан 7, оның 5-еуін біз іске асырдық 24-ші жылы. Бітірдіңіздер ме? Бітірдік. Екеуі қашан? Екеуі осы міне осы жаңағыдай карантин болып, шекара жабылып,
жаңағындай малдарды біз Венгриядан, Даниядан алып келу керек едік. Асыл тұқым малдар, Голштейн жаңағы тұқымы. Ол жабылғасын, сонымен ғана қазір енді кедергі болып. Бұл дегеніміз қазіргі таңда біз 90 мың тонна сүт, 23 жыл 90 мың тонна сүт. Соның қаншасын экспорттайсыздар? Экспорт емес, өзімізде қалады бәрі. Жоқ, былай, басқа облыстарға экспорт? Барады, басқа облыстарға барады. Өйткені бізде үлкен жаңағындай заводтар бар. Тек қана Родин емес, бізде гормал завод бар. Тағы да аймақта бар, сүт фермалар бар, ірімшік шығаратын, май шығаратын өндірістер бар. Біз енді қазір айтып отырмыз ғой, біз Астананың 30%-ын ғана алып отырмыз бүгін сүтпен қамту. Қазір біздің үлкен жоспарымыз 50%. Біз жаңағы 90 мың тоннадан 130 тоннаға дейін көбейттік. Жаңағы 5 ферманы қосып, 130 тоннаға дейін көбейттік. Биыл тағы да біз сондай қаражат бөліп, тағы да бір 6-7 ферманы көтеріп, біз сүттің жаңағындай сапасын, сосын көлемін ұлғайтуға толық мүмкіндіктер бар. Ол тек қана сүт емес, біз енді 80 тонна сүт ірімшік басқа күніне алып келеміз Астанаға. Бұл бағаның түсуіне де әсер етеді ғой ертең? Әрине. Бағаның түсуіне, сосын сапалы, балғын. Енді бүгін сиыр сауса, кешке осы Астананың ол бар, ол басқа немен, пастерилизованный, басқа сүттермен оның айырмашылығы көп, оны бірден айту керек. Марат мырза, біздің бағдарламаның аты енді уәде ғой. Қандай уәде бересіз? Тарихи кезең. Біздің мемлекетімізде тарихи кезең. Үлкен бұлай түбегейлі өзгерістерге, халықтың сана сезімін өзгертуге, билікке сенімді нығайтатын кезең келіп отыр. Қазіргі мына қойып отқан президенттің талабымен халықтың сұранысы сәйкес келіп отқан уақыт. Ол өте қолайлы, өйткені халық қолдайды, сол кезде мынандай түбегейлі өзгерістерді жасау, сіздердің қолдарыңызда? Ертең соның жемісін қоғам көретін, халық көретін, мемлекетіміз көретін, мемлекеттің деңгейін көтеретін жағдай бүгінгі таңда. Сондықтан мен ойлап отырмын, осының бәрі ең бастысы осы дұрыс, бізге ең бастысы бүгінгі әкімдердің басты міндеті саяси қызметкерлеріміз ғой біз. Басты міндетіміз осы қойып жатқан талаптарды тиянақты халықтың көлінен шығатын тәсілмен орындау. Өйткені кейбіреулер айтады, сіздер президентке сілтеме жасайсыздар, президенттің тапсырмасы. Әрине бұл президенттің тапсырмасы. Біз саяси қызметкер болғасын, біз сол қандай концепция қабылдады, соны мүлтіксіз орындауымыз керек. Анау тәсілдер әртүрлі болуы мүмкін, бірақ та нәтиже бір болу керек. Нәтиже бір, сол халықтың тұрмыс жағдайы, деңгейі, көңіл күйі, билікке деген сенімі, болашаққа деген көзқарасы мүлдем өзгеру керек. Жақсы, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Көп рахмет сізге. Енді айтып отырсыз ғой, биыл бір өзгеріс жасадық, 5%-бен жаңағы несие бердік. Мен ойлаймын, бұның нәтижесі күзде белгілі болады. Болады. Сол күзде сізбен тағы да бір сұхбатта жүздесеміз деген сенемін. Көп рахмет сізге. Енді ол үшін қазір енді оны іске аламыз. Енді ол дұрыс. Қазір ең бастысы біздің мынау диқандар көзқарасы өзгеріп жатыр. Мынау айтып жатыр, судың да сұрауы бар дейді. Мен айтып жатырмын, анан ертең нәтиже болу керек. Түсінікті. Көп рахмет сізге. Жақсы. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов мырза. Біз Марат мырзамен өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы, инфрақұрылымдық жобалары, сонымен қатар инвестициялар, және халықтың өзекті мәселелері туралы кеңінен сұхбаттастық. Марат мырза өңірде жүзеге асырылып жатқан ауқымды жобалар туралы айтып, инвестициялардың келіп жатқан туралы айтып, жалпы тұрғындарды алаңдатқан мәселелерге жауап берді. Енді уәде алдық, ал ең жақсы уәде ол орындалған уәде. Келесі эфирге дейін сәттілік.